Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге Азамат және бүгін біз ММА жайлы сөз қозғайтын боламыз. Өткен 2024 жылды жақсы жауып тастадық. Бірнеше керемет жеңістеріміз болып, жаңа қазақ жауынгерлерін бүкіл әлемге танытқан едік. Алайда өкінішке қарай ауыр жеңілістер де болды. Дегенмен тек ММА әлемі жайлы айтатын болсақ, біздің батырларымыз мықты өнер көрсетіп шықты. Үш жауынгеріміз әлемнің үздік лигасына қосылды. Бекзат Алмахан, Николай Веретенников және де Диар Нұрғожай. Асу Алмабаев болса өткен жылы қатарынан 3 рет жеңіске жетіп, UFC топ 10 рейтингіне кірді. Алдымен 7-ші орынды алғанымен кейінірек 8-ші орынға жайғасты. Ал Шәкең болса бір ай бұрын Енгериді жеңіп, Билал Бәшбай Мұхаммедпен төбелесуге тағы да бір қадам жақын болды. Сондықтан сөзсіз, осы келген 2025 жылы біздің батырларымыз әлемді жаулауды ары қарай жалғастырады деген ойдамыз. Қазірдің өзінде бірнеше жауынгерлеріміздің жекпе-жектері жария болды. Үш жауынгеріміздің кездесулері ресми анонс болса, тағы екеуінікі жақын уақытта шығуы мүмкін. Ең алдымен Николай Веретенников ақпан айында Билли Гофф деген жауынгермен кездеседі. 10-0 рекордына ие қазақ батыры Диар Нұрғожай өзінің UFC-дегі алғашқы жекпе-жегінде Брэнсон Рибейрамен төбелеседі. Ал Асу Алмабаев тағы да бір топ жауынгермен жекпе-жек өткізеді. Оған қарсы чемпиондық үшін төбелесіп, Пантожаға өте ауыр жекпе-жек берген Стив Эрцик шығады. Сондықтан түсініп тұрғаныңыздай, бүгінгі видеомызда дәл осы жекпе-жектер жайлы сөз қозғайтын боламыз. Николай Веретенниковтан не күтеміз? Чемпиондық деңгейге дейін жете ала ма? Әлде Сергей Морозов секілді, немесе де яғни Серғазы Аяз секілді орта деңгейлі жауынгер бола ма? Диар Нұрғожай қарсысын нокаутқа түсіріп, UFC рейтингтеріне бірден қосыла ала ма, яғни бірден орын ала ма? Осыны бізге барғымызға қызық болады. Және де Асу Алмабаев UFC чемпиондығы үшін қашан төбелеседі? Осы сұрақтарға бүгінгі видеомызда жауап беретін боламыз. Сонымен қатар басқа да қазақстандық жауынгерлер жайлы да әңгіме айтамыз. Қысқасы, айтатын заттар өте көп. Сондықтан шайыңызды ішіп, астарыңызды дайындай берсеңіздер болады. Ал біз бастаймыз. Кеттік. Достар, видео бастамас бұрын шамалы ғана қосарым бар. Өткен жылды біздің арнамыз керемет аяқтап, 12 мың тіркелушіні жинаған болатынбыз. Осы үшін сіздерге көп-көп рахмет. Ендігі жолы біздер тек қана YouTube арнасы болмай, Telegram және Instagram желілерінде өздеріміздің парақшаларымызды ашқан болатынбыз. Сол жерде сіздерді қазақ тіліндегі қызыққа толы сапалы контент күтетін болады. Сондықтан сіздердің қолдауларыңызға мұқтаж болып отырмыз. Төмендегі сілтеме арқылы өтіп, біздің жаңа парақшаларымызға тіркеліп кетсеңіздер болады. Бұдан басқа, осы видеоға да лайк басып, 500-ден тұратын комментарий жазып кетсеңіздер болады. Мысалы, Асу Алмабаев осы жылы UFC чемпионы атана ала ма? Менің ойымша, Асудың қолынан барлығы келеді. Егерде мына қарсысын нокаутқа түсірсе, бірден чемпиондық үшін төбелеседі. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Өз пікірлеріңізді комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Уақыт бөліп қарағандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Ал енді батырларымызға қайта оралайық. Сонымен, жаңа айтып өткенімдей, үш жауынгерлеріміздің жекпе-жектері ресми жария болды. Біртіндеп әрқайсысына жеке-жеке тоқталып, қарсыластарымен толықтай танысып кетейік. Бірінші болып, ең маңызды және ең басты кездесуден бастайық. Бұл Асу Алмабаев пен Стив Эрцик арасындағы жекпе-жек. Қазақстанның ең үздік жауынгерлердің бірі қазіргі сәтте UFC рейтингінің 8-ші орында тұр. Әлемнің үздік лигасында қатарынан 4 рет жеңіске жеткен болатын. Ал оның қарсыласы 9-ші орында алып, 2 жеңіс сериясында келе жатыр. Алмабаев пен Эрцик арасындағы жекпе-жек 2 наурыз күні таңертең Лас-Вегас қаласындағы UFC Apex аренасында өтеді. Бұл кездесу бір ай бұрын келісіліп қойған. Инсайдерлік ақпаратпен Килкрив залының бапкері Саид Сапаров бөліскен болатын. Және де менің ойымша, алдымен бұл кездесу осы Fight Night турнирін басқаруы керек еді. Бірақ кейінірек бұл турнирді дәл осы салмақтың топ жауынгерлері Брэндон Ройл мен Манель Капа басқаратын болады. Және ең қызығы, дәл осы турнирде өзбек бауырымызда өнер көрсетеді. UFC-дегі алғашқы қарсыласын нокаутқа түсірген Рамазан Темиров, UFC топ жауынгері Азат Мақсұм мен Жалғас Жұмағұловты жеңіп кеткен Чарльз Джонсонмен кездесетін болады. Сондықтан сөзсіз, осы турнир орталық Азия елдері және түркі тілдес халыққа қызық болады деген ойдамын. Асуға қайта оралсақ, оның қарсыласы 29 жастағы Стив Винченцо Эрцик. 1995 жылы Австралия елінің Перті қаласында туып өскен. Аралас жекпе-жекпен 13 жасынан бастап айналысқан болатын. Бұл спортқа қызығушылығы UFC 81 турнирінде пайда болды. Сол кезде аңызға айналған жауынгерлер Фрэнк Мир мен Брок Леснер кездескен еді. Дәл осы аралас жекпе-жекпен өзінің Перті қаласындағы Wilkes MMA атты залында айналыса бастады. Бұл айтқанда таза австралиялық жауынгер екен.
2014 жылы әуесқойлар арасында өзінің алғашқы жекпе-жегін өткізіп әлемге шықты. Жалпы осы әуесқойлар арасында 7-де 1 рекордына ие. 2019 жылы әуесқойлар арасындағы гамма әлем чемпионатына қатысып күміс жүлдегер атанды. Кәсіпқойлар арасындағы дебюті 2016 жылы болды. Алғашқы жекпе-жегінде қылғындыру әдісімен жеңіске жеткенімен Хекс атты австралиялық лигада төрешілердің шешімімен жеңіс тапты. Кейін дәл осы лигада тағы да бір жекпе-жек өткізіп жеңіске жеткесін Австралия елінің тағы да бір ММА промоушны Eternal MMA деген лигаға ауысқан болатын. Біздің Найза, Октагон және Алашпрайд секілді промоушндерлердің бірі сияқты. Дәл осы Eternal MMA лигасы арқылы UFC-ге өткен болатын. Австралиялық промоушнде Ерцег бір жыл ішінде 3 рет уақытынан бұрын жеңіске жетіп, чемпиондық үшін жекпе-жек өткізуге мүмкіндік алды. Оған қарсы лиганың чемпионы және болашақ UFC жауынгері Шеннон Росс шыққан болатын. Бұған қарамастан Стив қарсыласын бірінші раундта гильотина арқылы жеңіп, лиганың жаңа чемпионы атанды. Келесі 3 жыл ішінде тағы 3 рет жеңіске жетіп, соның бірінде чемпиондығын қорғап, UFC-ге өткен еді. Әлемнің үздік лигасында да өте жылдам UFC чемпиондығына жеткен болатын. Алғашқы жекпе-жегін UFC 289 турнирінде өткізіп, бірден топ 15-тегі жауынгер Давид Дворкпен кездесті. Жекпе-жек алдында аутсайдер немесе де андердог болғанына қарамастан, төрешілердің бірауыз шешімімен жеңіске жеткен болатын. Ал бұл жеңіс үшін оған $50,000 бонус берілді. Кейін Ерцег тағы да бір рет төрешілердің шешімімен жеңіске жетіп, Мэршел атты жауынгерді нокаутпен жеңіп кеткен еді. Бұл жеңіс UFC матчмейкерлеріне ұнағаны сонша, австралиялық жауынгерге бірден чемпиондық үшін жекпе-жек өткізуге мүмкіндік берді. Бұл жақсы да жаман емес. Нормально. 3 рет төбелеседі, 3 рет жеңетті сразу чемпиондық үшін. Бәм! Арқат шығарды. Біз жүріп 8 адам төбелесіп. Солай UFC 303 турнирдің басты кездесуінде рейтингте 10-шы тұрған Ерцег Пантожамен кездескен болатын. Ең қызығы, бұл жекпе-жек алдында да Стивке ешкім сенбеген. Букмекерлер оған 10 деген коэффициент беріп тұрған. Бұған қарамастан Ерцег Пантожаға өте ауыр кездесулердің бірін беріп, 3-2 есебімен жеңіліс тапты. Дегенмен барлығы оның қайта оралуын күтіп, реваншта сенімді жеңіске жететінін күткен еді. Бірақ болмай қалды. Неге? Қазір айтып беремін. Өзінің туған қаласында өткен UFC 305 турнирінде Жаңа Зеландиялық Кайкара Франстан бірінші раундта таза нокаутпен жеңілген болатын. Ал қазір болса UFC матчмейкерлері Стив Ерцегті біздің батырымыз мықты жеңіс сериясында келе жатырған Асу Алмабаевтың астына салып отыр. Былай айтқанда Асу деген танктың астында деп езіліп қалайын деп тұр. Егер де Ерцег жайлы тактика және техника жағынан айтатын болсақ, өте әмбебап жауынгер. Аяқтарымен жақсы жұмыс жасап, тез қозғалып, ауыр соққыларын дәл тигізуі мүмкін. Бұдан басқа күресте де жаман емес, себебі бразилдік джиу-джитсу бойынша қара белбеуге ие және дәл осы джиу-джитсу әдістерімен 6 рет жеңіске жеткен екен. Егер габариттер жайлы айтатын болсақ, Асуға қарағанда бойы 10 см-ге ұзын және қолының ұзындығы да, яғни былай айтқанда размах рук тоже үлкен, былай айтқанда 10 см-ге. Бірақ бұлар Асуға қандай да бір мәселе алып келеді деп ойламаймын. Себебі бойы ұзын және қолдарда ұзын қарсыластарды күреске салып қинап алу оңай. Бұны біз Асудың бұған дейінгі жекпе-жектерінде де көрген болатынбыз. Оди Осборн және Хосе Джонсон деген жауынгерлер біздің Асудан әлдеқайда ұзын болған. Бірақ оған қарамастан Алмабаев қиналмай жеңіске жеткен болатын. Сондықтан Асу смело деп тастайды деп ойлаймын. Сөзсіз, Ерцег жаман емес жауынгер, алайда ойбай, элита, топ дейтіндей қандай да бір мықты тұстары көп емес. Иә, ол әмбебап жауынгер, бірақ әр жерде шамал-шамалдан қосып келеді. Және бір жерден конкретно ойбай, мықты, ойбай, конкретно жет тастайды, шанс жоқ дейтіндей әңгіме мүлде болмайды. Неге? Қазір айтып беремін. Аяқта тұрып төбелесу кезінде Ерцег біраз қателіктер жасап, ашылып жүреді. Бұны біз Дворкке қарсы, Шнелл және Пантожаға қарсы жекпе-жектерде көрген едік. Ал Кара Франс болса, дәл осы ашылғаны үшін жазалап, нокаутқа түсірген болатын. Сондықтан біздің Асудың қолынан бұл келеді деп ойлаймын. Өткен жекпе-жегінде Матеуш Николауды ауыр нокдаунға жібергендей, мына Ерцегті де Асу құлата алады. Бұған өзі де сеніп, сындырып тастаймын деп отыр. Ал біраз күн бұрын арнайы дайындығын бастап, Таиландқа кеткен болатын. Ол жерде кімдер бар? Дұрыс, мықты жауынгерлер, яғни мықты ударниктер өте көп. Сондықтан бұл кездесуде біз Асуды жаңа тұстан көретін боламыз. Егер де қарсыласын әдемі жеңіп, нокаутқа түсіріп, немесе де қылғындырып тастаса, бірден чемпиондық үшін төбелесуге мүмкіндік алады. Сол үшін Асу, брат, делай красиво.
Асудың жекпе-жегінен 2 аптадан кейін Диар Нұрғожай өзінің UFC-дегі алғашқы жекпе-жегін өткізетін болады. Айтып кету керек, бұған дейін Диар Дана Уайттың үміткерлер сериясында өнер көрсетіп, нокаутпен жеңіске жеткен еді. Соның арқасында тақырбас братанның көңілінен шығып, UFC-мен келісімшартқа қол жеткізді. Енді міне алғашқы жекпе-жегін Лас-Вегас қаласындағы UFC Apex аренасында өткізеді. Оған қарсы 28 жастағы бразилиялық Брэдсон Рибейра шығады. Горилла лақабатына ие жауынгер бразилиялық TKO Бразилия TKO залында дайындалады екен. Диардың қарсыласымен танысатын болсақ, кәсіпқой мансапын 2015 жылы бастаған, ал қазіргі сәтте 16-да 7 рекордына ие. 23 жылы Дана Уайттың шоуына қатысып, қарсыласын бірінші раундта нокаутпен жеңген. Сөйтіп, лигамен контрактқа қол жеткізгеніне қарамастан қатарынан 2 рет жеңіліс тапты. Үшінші жекпе-жегінде Рибейра тағы да бір бразилиялықты төрешілердің бөлінген шешіммен жеңіп, UFC-дегі алғашқы жеңісіне қол жеткізді. Енді міне 15 наурыз күні біздің Диарға қарсы шығайын деп отыр. Жалпы менің ойымша, бұл қарсыласты Диар сезбей жеңіп кетуі керек. Тіпті алғашқы раундта нокаут орын алуы мүмкін. Себебі бұндай қарсыластарды Диар әуесқойлар арасында былай айтқанда шайнамай жұтқан болатын. Ал қайдағы жоқ бразилдікке қарсы қандай да бір мәселе пайда болуы мүмкін емес. Базар жоқ. Бұл MMA болғасын қандай да бір лаки панч жиіп кетуі мүмкін шығар. Бірақ Диар қазіргі сәтте UFC лигасына өзінің жанып тұрған бабында тұрғанда кіріп жатыр. Сондықтан барлығы жақсы болса, осы жеңістен кейін бірден UFC рейтингтеріне орын алып, топ қарсыластарымен шығуы мүмкін. Себебі төбелес тәсілі әдемі, қарсыластарын нокаутқа түсіреді. Тіпті ағылшынша біраз рет сөйлеп те былай смело қиналмай бәм-бәм деп сөйлеп тастай алады. Сол үшін бұндай жауынгерге UFC матчмейкерлері қызығып, тезірек рейтингтерде көтеріп, чемпиондыққа дейін жеткізіп тастауы мүмкін. Және де UFC-дегі жекпе-жегі жария болған тағы да бір қазақстандық жауынгер Николай Веретенников. 15 ақпан күні жартылай орта салмақ жауынгері, яғни Николай, Лас-Вегас қаласында өтетін UFC Fight Night турнирінде өнер көрсетеді. Бұл жекпе-жекте UFC-дің арнайы жасалған Apex атты аренасында өтеді. Оған қарсы 26 жастағы америкалық Билли Рэй Гофф шығады. Бұл жекпе-жек жайлы ақпаратты дәл осы америкалық жауынгердің менеджерлері Iridium спорт агенттігі растаған болатын. Мына Билли Гофф 9-да 3 рекордына ие, ал UFC-де әзірше 1-де 1 деген рекордпен келе жатыр. 2023 жылдың жазында Юсако Киношитаны қателеспесем, сондай бір япондық жауынгерді 3-ші раундта нокаутпен жеңген. Бірақ өткен жылы Трей Ватерс деген бір америкалық жауынгерден төрешілердің шешімімен жеңіліс тапқан екен. Сондықтан біздің Николай оны смело жеңіп тастайды деген ойдамын. Жалпы Николай жайлы айтатын болсақ, 34 жастағы қазақстандық жауынгері өткен жазда UFC-мен келісімшартқа отырды. Сол кезде аз уақыт ішінде американдық проспектпен жекпе-жек өткізіп, төрешілердің бөлінген шешімімен жеңіліс тапты. Бірақ менің ойымша, бұл жекпе-жек тең болды, немесе де тіпті жеңісті Николайға беруге де болатын еді. Жалпы Николайдың өзі Сарыағаш қаласынан 2015 жылы MMA мансабының дамуы үшін Америкаға көшіп кеткен болатын. Сол жерде жергілікті Fury FC және де UFL лигаларында чемпион атанды. 2021 жылы UFC-ге кіруге жақын болып, Дана Уайттың үміткерлер сериясында өнер көрсеткен. Бірақ Майкл Моралес атты қазіргі топ проспекттердің біріне жеңіліп қалды. Енді міне Билли Гофф деген американдықпен шығайын деп тұр. Жалпы қарсыласы жайлы көп сөз айтудың қажеті жоқ. Как она есть, кіріп шығып жүгіріп жүрген жауынгерлерге ұқсас адам. Сондықтан Николай дұрысынан дайындалып келсе, бәлкім жеңіске жетуі мүмкін шығар. Бірақ қандай да бір чемпиондық немесе де топ деңгейге жетуі жайлы қазіргі сәтте айту дұрыс емес деп ойлаймын. Мүмкін топ 15-ке кіріп, Нил Мэгни секілді проспекттермен төбелесіп, UFC ветераны болатын шығар. Бірақ ары қарай Николайды топ жауынгер ретінде мүлде көрмеймін. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Қалай ойлайсыздар, осы 3 жауынгерден қайсылары жеңіске жетеді? Пікір жазыңыздар. Менің ойымша, Асу мен Диар қарсыластарын нокаутпен жеңіп кетеді. Ал Николай болса, төрешілер шешіміне дейін баруы мүмкін. Ал сіздердің ойларыңыз қалай? Комментарийге өз пікірлеріңізді жазып кетсеңіздер болады. Сонымен қатар видеоға лайк басып, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұдан басқа, осы видеомен достарыңызбен бөлісіп, қазақ тіліндегі контентті бірге дамытайық. Сіздермен бірге болған Азамат. Сау саламатта көріскенше, алға Қазақстан.